Ассаламу алейкум достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалатын, екі ғана заттан жасалатын, осындай кереметтей дәмі, өте дәмді, тәтті балмұздақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайктарыңыз басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ал ендеше біз бастайық. Ол үшін бізге сгущенка және қаймақ қажет болады, 20% қаймақ. Сгущенка мен қаймағымыз міндетті түрде тоңазытқышта 4 сағаттай болу қажет. Суық күйінде жасасаңыздар, балмұздақтарыңыз өте керемет болады. Осылай сгущенка мен қаймақты бір ыдысқа салып, блендердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде блендерді сіз өздеріңіз қасықпен араластырсаңыздар да болады, бірақ мен біркелкі масса шығу үшін мен блендерді пайдаландым. Осылай жақсылап араластырып алып, осындай сұйықтықта болу керек. Енді балмұздақ құятын қалыпты пайдаланатын боламыз. Және 2 дана қағаздан жасалған стакан қажет болады. Мінекей осындай таяқшаларды алып, балмұздақ жасайтын қалыпқа кіргізіп шығамыз. Енді балмұздақтарымызға арналған сұйықтықты осы қалыптың үстіне құйып шығатын боламыз. Барлығына біркелкі етіп құямыз. Балалар әсіресе жаз уақытында сүйсініп жақсы жейді. Мінекей біз барлығына құйып шықтық, енді қағаз стаканымызға құйып шығатын боламыз. Мен осындай ыдысты қолданамын. Бұл ыдыстағы балмұздақты біз стакандағы балмұздақтың үстіне қоятын боламыз. Осылай барлығына құйып шыққан соң, осы ыдыстарды алып тоңазытқышта тоңдыратын боламыз. 2-3 сағатқа жібереміз. Мінекей менде тоңған халі. Осылай балмұздағымыздың беті көпіршиді. Барлық балмұздақтардың беті осылай көпіршіген түрінде. Енді балмұздақтарымызды қалпынан шығаратын боламыз. Балмұздағымыздың беткі жағы көпіршіген түрінде, ал келесі беті өте нәзік. Видеода көріп тұрғандай. Енді ыдысқа салынған балмұздағымыздың шет-шетін қасықтың көмегімен босатып, қағазға салынған балмұздақтың үстіне қоятын боламыз. Әсемдік үшін қойдым мен. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Стақанға құйылған балмұздақтың үстіне қоймасаңыздар да болады. Мен әсемдік үшін жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мінекей осылай балмұздақтарымызды табаққа салып, балаларға әлде қонақтарға ұсынсаңыздар болады. Осындай керемет балмұздақтар шықты. Үй жағдайында қолжетімді бағада. Осылай балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Отбасыларыңызды қуантыңыздар, балаларыңызды қуантыңыздар. Мінекей қасықты бетіне қойып, мен балама ұсындым. Балам өте ұнатты. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий жаза кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.